Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте әдемі, әрі дәмді, әрі қытырлап, әрі ең бастысы оп-оңай болып дайындалатын печеньені бірге дайындайтын боламыз. Дауысының өзі қытырлап, күшті болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше печеньемізді жасап бастайық. Бізге 2-ақ ингредиент керек болады. Ол бізге қатпарлы қамыр және қант керек болады. Толық құрамын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Бүгін менде ашытқы қосылмаған қатпарлы қамыр, яғни дүкеннен сатып алынған қамырды қолданамын. Менде бұл жерде 1 килограмм болды. Мен осының жартысын алып жасадым, яғни 500 граммын қолданатын боламын. Енді қамырымызды жаюға кірісейік. Ол үшін азғантай ұн қоса отырып, қамырымызды жаямыз. Және қамырымызды 4 бұрышты етіп жаюға тырысыңыздар, өйткені 4 бұрышты қылып жайсақ, бізге оңай болады. Міне қамырымызды осылай қатты жұқа, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта осылай жайып аламыз да, қантты барлық жеріне жететіндей етіп, сеуіп, жайып шығамыз. Печеньелеріңізді одан әрі дәмді еткілеріңіз келсе, осы қантты қосқан сияқты қылып, үстіне корица немесе какаоны аз мөлшерде қосып жіберсеңіздер де болады. Тіпті макты да қоссаңыздар болады. Бірақ та маған олай ұнамағандықтан осылай тек қана қантты қостым. Қантты қосып болғаннан соң оқтаумен кішкене осылай қантымызды жабыстырып, яғни үстінен басып шығамыз да, печеньемізді осылай тура видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Міндетті түрде тәттіні, яғни пеште пісірілетін заттарды қызып тұрған пеште пісіруіміз керек. Сол себепті тура осы кезде 180 градусқа пешімізді қыздырып қоямыз. Міне осылай екеуін жинап аламыз да, осылай қолымызбен кішкене қысып жіберіп, осылай жан бастатып қоямыз. Енді печеньемізді кесіп шығатын боламыз. Қатты жуан емес, орташа етіп, осылай барлығын кесіп, листімізге орналастыратын боламыз. Печеньелеріміздің барлығын листке орналастырып болғаннан соң, соңғы жақтарын видеодағыдай етіп қысып жібереміз. Өйткені қазір піскенде қатты ашылып кетпеу үшін бұл керек болады. Печеньелерімізді міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз осымен дайын, осылай оп-оңай болып дайындалады, әрі өзі 2-ақ ингредиенттен дайындалады. Отбасыларыңызға міндетті түрде мына печеньені жасап беріңіздер, өте күшті болып шығады, барлығына ұнайтынына сөзім жоқ. Менің каналымда осыған ұқсас оп-оңай болып дайындалатын, әрі бір жасағаннан ақ шығатын рецепттер өте көп. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менің каналыма кіріп, плейлист бөліміне кіріп қарасаңыздар, мен ол жерде әртүрлі рецепттерді жинақтап қойғанмын. Толық өздеріңізге не керек, сол жерден қарап біле аласыздар. Сіздермен бірге болған Раушан, барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын.